құрметті біздің ашық сабаққа келген біздің мектептің ұстаздары. Сіздерге сәттілік тілеймін, оқушылар сендерге де сәттілік, күндерің берекелі болсын. Және біз әдеттегідей үнемі өзімізге жылы тілегімізді, лебізімізді білдіріп сабақта сондай жақсы бір көңіл күймен бастаймыз, үйреншікті жағдай. Ал қазір мен сендерге тілегімді айттым, Айден ары қарай жалғастыра ғой. Жалпы сыныпқа қайда бересің? Бүгінгі сабақ сәтті өтсін. Өте жақсы. Арзу. Сабаққа не тілейсің? Оқушыларға не тілейсің? Тез. Айзере. Сабақта атсалсын. Сабаққа белсенді атсалсыңдар. Өте жақсы. Келесі Мадина. Сабақта жақсы баға алғанға. Даусымызды шығарып сөйлейміз балалар. Еркін сөйлейміз. Барлық армандар орындалсын. Белсенді қатысайық. Ашық сабақ қызықты өтсін. Өте жақсы. Өте жақсы. Ата-аналарының үмітін ақтаңдар. Ашық сабаққа сәттілік. Жақсы, рахмет. Сәттілік. Бүгінгі ашық сабағымыз жоғары деңгейде өтіп, күніміз керемет өтсін. Өте жақсы, рахмет. Жақсы балалар, мен де сендерге сәттілік тілеймін. Тез қазір бір-екі санына бөлініп, екі топқа жұмыс жасаймыз. Бұл жұмысты біз үнемі өтіп жатырмыз, ол бүгін тағы да жалғасын табады. Тез бір-екіге санаймыз. Тез. Мен енді топқа санаймын. Тез осы саналған бойынша бірінші, екінші топ болып бөлінеміз балалар. Келдер, бірінші топқа саналған оқушылар бірінші топқа отырыңдар және екінші топ балалар, бәріміз бері қараймыз. Гүл Хашима поэмасымен таныстық. Поэманың көлемі өте көлемді, 25 беттен тұрады екен. Оны бастап біз өткен сабақта оқып, алдыңғы сабақтарда содан кейін оны мазмұндай отырып қысқаша ары қарай талдау жұмыстарын біз өткен сабақтарда жүргіземіз. Үйге қандай тапсырма берілді, кім айтады? Үйге осы поэманың желісі бойынша Айден қандай тапсырма берілді? Композициялық талдау жасап келу және Әсемай бізге поэма туралы жазу және соның шығу тарихы, маңызын жазу. Яғни жалпы шығу тарихы неден болған екендігін шағын зерттеу жұмысы жасап келу болатын. Жақсы. Ал ендеше қай топтан бастаймыз? Дайынбыз ба? Екінші топтан бастаймыз, ал бастайық. Оқиғаның басталуы. Яғни композициясына талдау, Оқиғаның басталуы. Бір жылы ақын Қостанайда болған Покров жәрмеңкесіне барады. Сол кезде Тілеуберген атты шалдың үйінде жалғыз бір Баймұхамед атты баласы бар екенін біледі. Ақын қонған күні сол үйдің баласы бір жаққа кетіп оралмай қалады. Бір күні ақын тобыл бойында өз-өзіне қол жұмсаған бір адам туралы хабар естиді. Жақсы, ары қарай. Оқиғаның байланысы сұрастыра келгенде ол әлгі кемпір шалдың баласы Баймұхамед болып шығады. Қайту сапарында ақын Тілеубергеннің үйіне келеді. Кемпір шал қатты қайғылы үстінде баласының әрі ақын, әрі білімді екенін айтады. Сондықтан оның оқыған кітаптарын, жазған өлеңдерін алып көрсетеді. Ақын кемпір шалдан Баймұхамедтің өлең жазған дәптерін сұрап алады. Жақсы. Байланысы ары қарай солай жалғасады екен. Келесі басталуы, байланысы. Сенде оқиға шиеленісуі. Жігіт бүгін тоқтамай қыздың алдына барады. Қыз өз сөзінде тұрады. Сөйтіп мен саған өз пікірімді той үстінде айтайын деп қыз уәде береді. Күзде Күлхашиманың тойы болады. Қыз уәдесі бойынша Баймұхамедке хат жазып береді. Хаттың басына ішкі сырым деп жазып қойып, өзінің оған ғашық екенін мойындайды. Жақсы отыра ғой. Келесі Айзере жалғастырады, яғни шиеленісуі. Енді шиеленісуден кейін не болшы бізде балалар? Шарықтау шегі, одан кейін шығарманың шешімі болады екен. Жақсы. Баймұхамед қыз сырын Сүлеймен деген жігітке айтады. Ол қыздың сырында айттырған күйеуі бар, бірақ ол қызға тең емес. Сен хат жазып өзіңнің сезіміңді білдіріп көр дейді. Ақыры Баймұхамед хат жазады. Осылайша ол өзінің сезімін жеткізіп, оған Гүлхашима жауап қайтарады. Гүлхашима өзінің басы бос емес екен, оған қосылмайтынын айтады. Жақсы. Яғни шарықтау шегі оған қосыла алмайтындығын және оның атастырылғандығы туралы айтады дейді жауап ретінде. Жақсы, келесі кім? Мадина. Шешімі ма? Мұнан кейін жазушы тобыл бойындағы өзіне қол жұмсаған Баймұхамедтің қалтасынан
шыққан қағазды оқиды. Ол хатта Баймұхаммед өзінің ғашықтық зарынан өлгенін ата-анасын айыптауын өтінеді. Яғни ата-анасын айыптауын емес, керісінше ата-анасын айыптамауын өтінеді, иә? Өйткені ол өзінің сүйген қызына қоса алмағаннан кейін трагедиямен аяқталады ғой. Біздегі поэмамыз, өткен сабақтарда да айтқан болатынбыз. Міне осылай, яғни оқиға өрбиді. Жақсы, келесі екінші топ кім бастайды? Әсемай. Жалпы шығу тарихы, қалай шықты, не себепті деген шығу тарихына тоқталамыз. Жақсы, айтау. Гүлкашима поэмасы. Мұхамеджан Сералиннің Гүлкашима поэмасы 1909 жылы жарық көрген. Ол қазақ әдебиетінде әйел теңсіздігі мен махаббат трагедиясын бейнелейтін көрнекті туынды. Бұл шығарма қазақ қоғамындағы әлеуметтік әділетсіздік мәселелерін көтеріп, ұлттық әдебиетте реализм бағыттағы маңызды қадамдардың бірі болды. Өте жақсы. Маңызды қадамдардың бірі болды дейді. Нұрсая. Поэманың шығу тарихы негізгісі Мұхамеджан Сералин бұл поэманы 1999 жылы жазған. Ол шығармасын 1899 жылы жазған. Ол шығармасын қазақ қоғамындағы әйелдердің әлеуметтік жағдайын сипаттау және надандық пен тексіздікке қарсы екенін туынды ретінде қарастырады. Өте жақсы. Шығармашылық мақсаты Мұхамеджан қазақ әйелдерінің ауыр тағдырын, олардың еркіндік шектелуінен өмірін, махаббат пен жеке таңдаудың жоқтығын суреттеуді мақсат етті. Сол кездегі қазақ қоғамында байлық пен әлеуметтік статустың некеге шешуші әсері болғандықтан махаббат көбіне құрбандыққа салынатын. Жақсы, келесі. Гүлкашима поэмасының маңызы. Ол реализм бағытындағы қадам, яғни поэмада қазақ әдебиетінде әлеуметтік мәселелерді шынайы бейнелеуді жарқын үлгісін көрсетті. Және де әйел теңсіздігі тақырыбы. Бұл тақырып сол кездегі қазақ әдебиетінде сирек кездесетін, бірақ маңызды тақырыптардың бірі болды. Бұл поэма қазақ әдебиетінің дамуына үлес қосқан. Яғни Мұхамеджан Сералин поэзия арқылы қазақ халқының қоғамдық санасын оятуға тырысқан. Жақсы. Әділ Мұхамед. Гүлкашима қазақ қоғамының әлеуметтік қайшылықтарын ашып көрсетіп, әділеттікке, теңдікке, махаббатқа ұмтылуды насихаттайды. Яғни тек қана бұл жерде сол Гүлкашима мен Баймұхамедтің арасындағы оқиға емес, бүкіл сол кездегі қоғамдағы оқиға көтеріліп жатыр. Үлкен актуалды тақырып, кәдімгі мәселелі тақырып көтеріліп отыр. Өте жақсы қоғамдағы. Келесі Әмрәл айта ғой. Гүлкашима поэмасы екі ғашықтың махаббат хикаясын баяндайды. Бас кейіпкер Гүлкашима әділдікке, бостандыққа ұмтылған қыз, махаббат пен қайшылық. Поэмада Гүлкашима мен оның сүйген жігіті арасындағы шынайы махаббат суреттеледі. Бірақ қоғамның қатыгез ережелері мен салт дәстүрлері бұл махаббатты тосқауыл болды. Әлеуметтік теңсіздік. Гүлкашима бай отбасының еркіне көнуге мәжбүр болды. Ал оның сүйген кедей жігіт бұл жағдай олардың махаббаттан қайыр мен трагедия келеді. Жақсы. Яғни балалар өте жақсы. Мен сендерге үй тапсырмасын орындағандарына өте жақсы деген кері байланыс беремін. Әр оқушы ізденген, бірінің айтқан нәрсесін екінші оқушы қайталаған жоқ. Мен жалпы барлығыңа осы тапсырманы берген болатын, бірақ екі топқа бөлінгенде әр оқушы өз тапсырмасын алып шықты. Өте жақсы. Енді балалар бет қарай қойыңдаршы тақтаға. Мынау не қосылмай жатыр ма дейді? Экраннан не қараңдаршы, тақтаға қарай қойыңдар бір сәт. Қандай сөздер көріп тұрсыңдар? Сөз тіркестері беріліп тұр сендерге. Қандай сөз тіркестері? Кім оқиды? Амырхан оқи қойшы. Салт дәстүр. Келесі оқиды. Қалмал. Хат, екі қаш. Жақсы. Яғни осы тірек сөздердің біздің өтіп жатқан тақырыпқа не қатысы бар деп ойлайсыңдар? Және мағынасын бірден ашып кетейік. Салт дәстүр, қалмал, ұзату, хат, екі қаш. Поэмамен байланыстырамыз. Кім сөйлейін дейді? Әмрәл айтады. Салт дәстүрдің кесірінен Гүлкашима өзінің сүйген жігітіне пайға тие алмады. Жігітке тұрмысқа шыға алмады. Олай сөйлемейміз балалар. Байға деген ол қанайы сөз, біз қалай сөйлейміз? Жұмсақ, дисфемизм емес, эфемизм сөздермен жұмсартып сөйлейміз. Яғни мәдени сөзбен сөйлейміз. Тұрмысқа шыға алмады, ғашығына қосыла алмады, жігітіне деген сияқты. Отырағы өте жақсы. Келесі қалмал. Қалмал. Қалмал деген қандай салт дәстүр? Ол
қызды былайша айтқанда алмастыру ретінде қолданылған салт дәстүр. Африкада мынандай ғой, қызды алады, қалмал береді деген. Яғни қыз тұрмысқа шығып кезде оған бір төлемақы төлеп алып қарамайшы қыздар, өйткені қыз өте бағалы ғой, құны жоқ қыздың, адам бағалы. Мен сендерге ол бұрынғы кездерде болған, сыйлық ретінде, сондай бір сыйақы ретінде деген сияқты ма? Қазір ондай емес десек десек те емес, қазірде де қалың мал беріле ма балалар? Белсенді. Сағыныш беріле ма қалың мал? Қалың мал қанша теңгенің көлемінде қазір? 1 миллионнан жоғары. Өте жақсы. Жақсы балалар. Яғни қалың мал беріліп, салт дәстүрдің негізінде не істеді? Атастырылып қойды. Ары қарай ұзартып айта ғой, айтпа. Бұл поэмада Гүлқашиманы ұзатты, сол себепті бұл сөз поэмамен қатысты. Байланысы тікелей бар, ұзату болды. Әкесі керемет, әкесі дәулетті ғой. Керемет ұзату тойын жасап, қызын шығарып салды. Өте жақсы. Хатты не қатысы бар? Әмірәлі бүгін өте белсенді. Баймұхамед пен Гүлқашима екеуі бір-біріне хат жазып сөйлесті. Екеуі кездесті ма оңаша? Жоқ. Яғни екеуі арқылы ғана тілдесті. Сезімін Баймұхамед Гүлқашима өте жақсы. Ал екі ғашық кім айтады? Ал Санжар айтады. Екі ғашық бұл жерде Баймұхамед пен Гүлқашима. Екеуі қараңдаршы, сезімі қандай бір-біріне деген, бірақ не істей алмады. Қосыла алмады, яғни тағдырдың тәркебі солай болды. Және біз тағы да айтып болдық, өте жақсы отыра ғой. Жақсы балалар, өте жақсы ашыңдар, салт дәстүр бізде әлі де сақталған, қалың малды біз салт дәстүрімізді содан кейін балалар жаңарған түрде жаңартып отырамыз. Мысалы, ұзатудың да формасы бұрынғыдай емес, қазір жаңағы заманның ағымына қарай заманауи ұзатулар шығып жатыр, содан кейін жаңағы хат жазысу әлі бар шығар енді. Ұялы байланыс телефон, әлеуметтік желілер арқылы бір-бірлерімен естейді, қыз жігіттер танысып, хат алмасып тіпті тұрмысқа шығып жатқан ғашықтар да бар. Және осы екі ғашық деген жерде ерекше айтқым келеді, екі ғашықтың қазір қосылмауға бір себептері бар ма, қосыла алмауға қазіргі заманда? Енді Гүлқашима мен Баймұхамед қосыла алмады, және трагедиямен аяқталды деп айтып жатырмыз. Ал қазіргі заманда бар ма? Болуы мүмкін ба? Мысалы, Ата-анасы қарсы болуы мүмкін ба? Сөйтіп қосыла алмауы мүмкін ғашықтар. Ондай жоқ деп ойлаймын, себебі қазіргі таңда бәрі дамыған, ешқандай қиын мәселелер жоқ деп ойлаймын. Егер де адам сүймесе қосылмайды, егер де сүйсе қосылады. Егер де бір адам сүймей қалса, ажырасу деген. Енді ажырасып аласың десін, балалар ешкім ажыраспай қойсын. Бірақ қазіргі таңда тура сондай оқиға жоқ. Баймұхамед пен Гүлқашима сияқты трагедиямен аяқталатын қазіргі заманда ондай ешкімге тосқауыл жоқ. Мысалы, емін-еркін өз ойларыңды айта аласыңдар ата-аналарыңа, кез келген нәрсені жасата аласыңдар, қажеттіліктерің өтеліп жатыр. Мүлдем қыздардың тағдыры қазір басқаша. Өте бақытты заманда өмір сүріп жатсыңдар. Әр қыздың құқығы қорғалған, көзі ашық, көкірегі ояу, оқуға мүмкіндіктер өте көп. Жақсы балалар, бұл жердегі біз бірнеше сөз тіркестерін тікелей поэмаға қатысы бар екенін естедік, байланыстырып талдадық. Жақсы балалар. Енді жаңа ал бүгінгі тақырып балалар бізге 5-6 сағаттың көлеміне берілген бұл поэма. Яғни біз өткен сабақта тағы да талдап едік қой, мазмұнын айта отырып талдағанбыз. Енді бүгін тағы да талдауды жалғастырамыз. Яғни Мұхамеджан Сералиннің Гүлқашима поэмасындағы образдар жүйесі. Образ дегеніміз не? Образдар жүйесі. кейіпкерлердің бейнесі. Яғни бейнесі. Біз үнемі кейіпкерлерді талдаймыз. Енді кейіпкерлерді талдамас бұрын тағы да мынандай нәрсеге назар аударайықшы. Бір кейіпкердің бойында жағымды, жағымсыз қасиет бірдей болады ма? Жоқ, бір кейіпкер жаман, оңбаған, жексұрын болса, бір кейіпкер керемет болады ма? Қалай ойлайсыңдар? Сағыныш айтып. Менің ойымша оларда жақсы қасиеттер де, жаман қасиеттер де болады. Яғни бойында бір кейіпкердің жағымды, жағымсыз қасиеттер де бірге болады. Енді жағымды қасиет басым болса, онда біз ол адамды, ой, мынау адам керемет. Ал жағымсыз қасиеті басым болса, ой, мынау адамнан аулақ жүрейін деген сияқты бір сақтанулар болады. Өте жақсы. Енді қараңдаршы балалар, Гүлқашима поэмасындағы образдар жүйесін ашу үшін қазір бірнеше мен сендерге тапсырмалар беремін.
сәйкес мақсатымыз сабақтың шығармадағы образдардың идеяны берудегі қызметін ашу, көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау. Осы нәрселерді біз мақсатты жүзеге асыру үшін бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Балалар, Баймұхамбет пен Гүлкашиманың суреті. Қараңдар, енді екі топ не жасаймыз? Бейнені ашамыз. Қазір мен сендерге конкретті сөздер беремін. Сол сөздерді осы бейнені образды ашу үшін қолданамыз. Екі конкреттегі сөздерді жақсыған скрилер бар ғой сендерде. Яғни қажет, білесіңдер ғой, қай жерде қандай қасиеті ашылады кейіпкердің. Міне сол ішіндегі конкретті тапсырмаларды алып, жақсыған Баймұхамбет екі негізгі кейіпкер бар. Ал балалар қанша уақыт жеткілікті бізге? Орнымыздан тұруға, бір-бірімізбен астасуға, сөйлесуге, жұмыс барысындағы кәдімгі қатты емес шуға рұқсат. Орнымыздан тұрып, жұмыс жасаймыз. Бір-бірімізбен ақылдасып сөйлесеміз. Қажет нәрсені мынаны жатасыңдар. Сендерде де бар ма? Былай. Балалар аяқтап қойса, қол шапалақтаймыз, иә? Аяқтап қойсын. Екінші топ белсенді аяқтады. Бірінші топ тез аяқтаймыз балалар. Келе беріңіз. Ақындық қасиетін оның жазбаларына қарап байқауға болады. Ата-анасы кемпір мен шал сандықты ашқанда, ода көптеген кітаптар мен өзінің жазған жазбалар болды. Сол жерден ақындығын байқауға болады. Яғни олар хат жазған кезде үнемі өлеңмен жазып отыр. Жақсы. Келесі оқушы тез-тез. Шешен білімді, ақылды болған, себебі ол оқыған, тоқыған, үйден жалғыз баласы болған. Жалғыз ұлы болған. Гүлкашимада жалғыз қызы, бір үйдің. Және Баймұхамбет те жалғыз ұлы екен. Жақсы. Келесі. Ол сезімге тұрақты болды. Гүлкашима үшін өмірінің соңына дейін барды сүйгеніне. Сүйген үшін өмірін кейді тіпті, иә? Баймұхамбет Гүлкашимаға ғашық болған. Ғашық болған, жақсы. Дана дейді. Дана оны қай жерден көрді? Баймұхамбеттің даналығы ол өзінің шешімінен Гүлкашимаға хат жазып, сол жерден даналық көріне ма? Алар көмектесеміз. Тыңдаймыз. Дана дейді. Келісесіңдер ма? Баймұхамбет дана ма, әлде Гүлкашима ма? Гүлкашима. Не себепті? Даналық деген не? Ақылды деген сөзбен баламалас, бірақ даналықтың дәрежесі ақылдылықтан гөрі жоғары. Яғни Баймұхамбет керісінше кішкене ессіздікке Баймұхамбет өзінің ғашық болғанын, қатты ғашық болғанын нықтырған, оның көзі байлаулы десек те болады. Ол есі сүйді, ал Гүлкашима ол ақылға салып, оны кішкене түсіністікпен қарады. Жақсы, отыралық.
кішкене дана дегенді керісінше кімге қою керек екен, Гүлқашимаға көбірек керек. Жақсы оқыған, сезімге тұрақты дейді. Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Келесі бірінші топ тез шығып. Гүлқашима сұлу, біз оны поэмада білсек болады, себебі поэмада Баймұхамед Гүлқашиманы әдемі көрікті сөздермен бейнелеген болады. Өте теңеулердің неше түрлеріне көркемдеуші элементтердің құралы мысалы теңеулерді айта кетсек, құндыздай, сұлудай, осындай әртүрлі теңеулермен теңеуге болады. Тіпті ішейін деп отырған, шөлдеп отырған кезде үйге келіп түседі ғой, қымызын жұта алмай не істеді дейді, қыздың сұлулығына есті ауып, мүлдем отырып қалды дейді. Осы жерде өте керемет бейнеленген. Жақсы, тағы да тез. Бұл жерде салмақты деген себебі ол салмақты дегеніміз ол өзі қызға жарасатын қылықтар жасап, өзін ұстанымды сезінді, және де өзіне бұл салмақтылық жарасты. Ұстанымды сезінді ма? Әлде ұстанды ма? Ұстанды, жақсы. Гүлқашима отбасында бір қыз болған. Неше ағасы болды? Үш ағасы. 3 жылдың ішіндегі ортасында бір қыз болды. Отбасында біз Гүлқашиманы уәдеге бердік деп айта аламыз. Себебі ол атастырып қойғаннан кейін өзінің сүйген Баймұхамедке кетпей, ата-анасы уәдеге беріп қойған, өзінің атастырып қойған жігітіне барады. Яғни бұл жерде ата-анасының да жаңағы ұялтып жерге қаратпаймын, хатта жауап жазады ғой, айтады, мен сезімге беріліп, сізді ұнатып тұрсам да, селтеңдеп сезімге берілетін қыз емеспін. Өйткені мен ата-анамның алдында, болашақ жарымның алдында атастырылып қойған. Не істемеймін дейді, ұятқа қалмаймын. Және мен осы жерде өте сізді сабырлы болуға шақырамын деп айтады. Қайта керісінше жігітті сабырлыққа шақырады. Сіз бұл нәрсеңізді қойыңыз. Бұлай ортадан ғашық болып, уәдені бұзып кететін қыз мен емеспін деп айтады. Жақсы, Гүлқашима адал. Өйткені ол оны атастырып қойса да, ол өзінің атастырып қойса да емес, сүйіп тұрса да атастырған жігітіне тұрмысқа шығуға келіседі. Және Гүлқашима сабырлы болған, өйткені ол қанша жерден Баймұхамедті ұнатып тұрса да сабырлық танытып, оны сабырға шақырды. Өте жақсы. Болды ма? Барлығын айттыңдар ғой, өте жақсы балалар. Отыра қойыңдар. Поэманың негізінде, желісінде, яғни өткен сабақтардағы оқығанымыз бар, үйдегі оқығанымыз бар, мазмұнды біліп отырғаннан кейін аша алыңдар. Өте жақсы деп бағалаймын тапсырманы да балалар. Екі топты да келесі тапсырмамыз. Енді қараңдаршы балалар, мына концептуалдық кестеге қараңдаршы. Кейіпкерлер, негізгі кейіпкер бізде Баймұхамед пен Гүлқашима ғой. Енді өмірге қызығушылығы қандай екеуінің, адамгершілік қасиеттері қандай, және кейіпкерлерге берілетін баға. Осы үш нені толтыру керекпіз. Қазір мен сендерге ортаға жүкпен жұмыс жасаймыз. Екі оқушы тез жазсыңдар. Жоғары, орта және сен екеуің төмен деп баға береміз. Содан кейін дәлелдейміз. Не себепті жоғары, не себепті төмен, не себепті орта деп баға береміз. Шықты ғой, жүкпен жұмсаймыз. Екеуі, сен екеуі, тез балалар. Жоғары, төмен, орташа. Жоғары, орта, төмен. Сосын дәлел деп айтасыңдар. Жүкпен. Және екі жұртын біреу ғана сөйлейді, екеуі де сөйлемейсіңдер. Бірақ жұмысты орындауды жүкпен орындайды. Жоғары, орта, төмен деп береміз, Орташа. Қол көтерсеңдер болады балалар. Сөйлей береміз. Мінсіз қыздың рөлін сонда десек те болады. Жоғары. Болған кім? Айлин мен Сағыныш аяқтары сөйлейді. Жақсы, болғандар бастарын көтеріп отыра қойыңдар. Ал Айлин, айта ғой, тез. Бұл жерде Баймұхамедтің өмірге қызығушылығы орта деп шешті. Не себепті? Себебі деп бірден айтып өтеміз. Себебі ол өзінің сүйген жары үшін өзіне қол жұмсады.
өмірге қызығушылығы орта. Иә. Ал Гүлқашиманың өмірге қызығушылығы жоғары, себебі ол Баймұхамедті сүйсе де келесі жолы басқа бір адамды сүйіп бақытын тауып кетер деген үмітте болды. Жақсы. Адамгершілік қасиеттері Баймұхамедтікі орта, Гүлқашиманың жоғары, себебі Гүлқашима ол ата-анасын құрметтеп, олардың сөзіне қарсы кетпей атастырған жігітке тиді. Ал Баймұхамед адамгершілік қасиеті орта, бірақ неге орта деп алдың? Орта себебі ол атастырылған қызға хат жазып жүрді. Сол себепті орта деп аласың ба? Енді төмен деп тағы айта алмайын деп тұрсың ғой. Жақсы. Кейіпкерлерге берілетін баға тыныш. Баймұхамедке орта, себебі барлығы орта болып тұр ода. Ал Гүлқашимаға жоғары, ол өте адал, ақылды, сұлу қыз. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Әсемай мен Нұрсай. Біз Баймұхамедке өмірге қызығушылығына орта деген баға бердік. Себебі ол сүйе тұра ғашықтық жарасымен өз-өзіне қол жұмсайды. Сол үшін орта деп алдың. Ал адамгершілік қасиеттері Баймұхамедтің орташа. Себебі ол тез адамгершілік қасиеттері орташа. Себебі ол қызды өзімен бірге алып кеткісі келді. Сол үшін де орташа деп қойдық. Гүлқашима өмірге деген қызығушылығы жоғары деп қойдық, себебі ол өзінің өмірімен әр сәтін қызықты етіп өткізді. Ал адамгершілік қасиеттері бұл жоғары, себебі Гүлқашима бұл поэмада өзін мінсіз қыз ретінде көрсетеді. Ол ертеде идеалды қыздың рөлі сондай. Жалпы енді өмірден алынған ғой, екеуі де негізі прототипі өмірде бар адамдар. Кейін біз тағы да келесі сабақтарда өткенде бұл жөнінде айтамын. Тағы да кім оқиын дейді? Баймұхамедтің өмірге қызығушылығы орта, себебі ол махаббат үшін өз-өзіне қол салды. Ал Гүлқашиманың өмірге қызығушылығы жоғары, өйткені ол өз ата-анасының құрметін біліп, атастырылған болса, өзінің махаббатының артынан ермей, атастырылған балаға үйленеді. Адамгершілік қасиеті Баймұхамедте орташа, өйткені ол қыздың атастырылғанын біліп тұрып, бірақ оны ешкімге айтпай алып қашқысы келді. Сондай ой болды, бірақ Гүлқашима келіскен жоқ, иә? Гүлқашима ол Баймұхамедтің айтқанына келіспей, өзінің ата-анасын жерге қаратқысы келмей, өз айтқанында тұрды. Жақсы, сонымен орта және жоғары. Бәрінде осылай ма, балалар? Жақсы. Ендеше былай жасайық, балалар. Бері қараңдаршы. Мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Баймұхамедтің ең осы жердегі трагедиямен аяқталды деп отырмыз ғой. Баймұхамедтің өз-өзіне қол жұмсауы дұрыс па? Әлде дұрыс па? Хормен сөйлемейміз, әркім өзінің пікірін дәлелдеп айтады. Дұрыс деген оқушылар қол көтере қойыңдаршы. Дұрыс деген. Иә, дұрыс. Баймұхамедтің жасаған іс-әрекетіне мен келісемін деген оқушылар бар ма? Бар ма? Жоқ па? Балалар, иә, жоқ, өз пікірлерін құнды, тек жаңа дәлелдемелермен алып шықсаңдар болды. Дұрыс па, дұрыс емес па іс-әрекет? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс емес. Бәрін дұрыс емес. Сендер нешті? Неге қарап отырсыңдар? Ал, Айлин, дұрыс деп ойлайсың ба? Мен Баймұхамедтің өз-өзіне қол салған бір жеріне дұрыс деп ойлаймын. Яғни екі ұшты пікір болып тұр ғой, аха, не себепті дұрыс деп ойлайсың, егер дұрыс деп ойлап тұрсаң? Себебі Баймұхамед ол Гүлқашиманы шын жүректен жақсы көрді. Ол Гүлқашиманы басқа бір жігітпен көрген, оған қайғысы көбірек болып өле салған дұрыс деп ойлаған шығар деп ойлаймын. Жарайды, жақсы. Тағы да бар ма? Дұрыс деп ойлайтын. Бірақ оқушы шықты, қалғанның бәрі дұрыс емес. Ал енді Айлиннің пікіріне дұрыс емес деуіне айтыңдаршы. Дұрыс емес деп не себепті дұрыс емес? Менің ойымша, ғашықтық үшін өз-өзіне қол салу ол дұрыс емес. Себебі өмір онымен бітіп кетпейді. Қаншама қыздары бар, қаншама сұлу арулар бар. Дегенмен Гүлқашима, да сұлу қызды кездестіру мүмкін, бақытты ғұмыр кешіп кету мүмкін. Негізі бұл
кез келген мынау жалпы өмірде, дінде негізі Алла Тағала бізді жаратты ма, біз не істемеуіміз керек, біз өзімізге қол салып, барып өлтіріп немесе дарға асып деген сияқты алып сатасың. Бұндай нәрсе жасауға болмайды. Тек қана біз не істейміз? Өзіміздің өмірімізді аманат етіп берді мына бүкіл денені Алла Тағала. Ол нәрсенің барлығының сұрауы бар. Сол себептен біз әрбір мүшеміздің ауырған кезінде оны емдеп, дәрігерге көрініп, керісінше аялап, құрметтеп ұстауымыз керек. Өзімізді түсінікті ма? Олай өлімге қию деген дұрыс емес іс-әрекет деп білеміз. Айлин, енді сен дұрыс деп ойлап қалдым деп отырсың ғой, екі-үшті пікірде, бірақ негізі ондай нәрседен аулақ болайық. Құдай сақтасын. Ғашықтық деген бір жабысып қалған дерт емес қой, шынында да отыра ғой. Өтеді, кетеді, оны тағы да өткен сабақтарда сұрадым. Мен жігіттерден әсіресе өткенде қандай пікір айттың? Bir сұрақ қалғанда басында, керемет пікір айтып еді. Әпке, менде де осындай сезім болған дегенді айтып қалғансыз ғой, есімде қалып. Бірақ ол өтеді де кетеді, өйткені сезім өмір бойы болып, сенен бірге болмайды, тұрақты болмайсың. Жалпы бұл өмірде ешнәрсе тұрақты емес. Кішкене уақыт көрмей қалсаң, сол сезім өтеді де кетеді. Ал баламақ, баламақ хабар? Жоқ, қыздың жасы нешеде? 15-те, жігіттің жасы 23-те. Жігіт үйленбекші, қызға қыз 15. Көктемде қандай ағаштар бүршік жарып болса, тура сондай бүршік жарып, жемісін беріп, ертең тұрмысқа шығып, қыз сол жігітке бақытты ғұмыр кешіп деген сияқты. Сондай керемет нәрселер болады екен сезімнің есін. Енді бізде мынандай ұялы байланыс телефонымыз бар ғой, бәріміз телефонымызға аламыз. Тақтада сендерге тапсырмалар беріледі. Сол бойы, яғни қай кейіпкердің сөзі тест викториналық сұрақтарға жауап береміз және оның нәтижесі шығады. Тақтаға қарай қойыңдар. Мен сендерге сілтемесін жіберіп қойдым, сілтемені жібердім. Сен уақытты мысалы бір уақыт қаншалық? 20. Тез аяқтаймыз балалар. Бірінші ма? Біріншісіне жасап қойылған бірінші. Бой жеткен сол үйде бір сұлу көріп, қап аузын ғашықтықтың шештім дедім. Яғни қай кейіпкердің сөзі? Келесі, екінші. 7 сұрақ берілді, 7 кейіпкердің сөзі берілді. Күйеуге берген қыз ба бермеген бе, жел өссе қыз соңынан ермеген бе? Медетбай Баймұхамбет. Келесі, 3 жылдың ортасында жалғыз өзі ақын, өзі молда артық туған. Сүлеймен және Б. Ыбырай. Нұсқасы Б. Ыбырай. Екінші нұсқасы. Көрген соң ғашық болдың жүзіңізді, жауһардан бәсі қымбат көзіңізді. Баймұхамбет және Махамбет. Келесі, жігіттік жер мінезді тоқтата алмай, қайранмын жоқ нәрсеге әлегіне. Гүлхашима немесе Майраның сөзі. Келесі, келін болып барған соң бөтен үйге жар жарай. Медетбай Баймұхамбет сөзі. Аз күн бізге қонақсың, тұрмайсың мұнда жар жарай. Құрбысының сөзі немесе жеңгесінің. Кім аяқтады? Бәріміз аяқтадық па? Бәрі аяқтап, оқушылардың нәтижесін қазір көрсек. Балалар нәтижесін шығарғанша қазір тез сабақтан шығу кері байланыс парағын толтырып бере қойыңдар. Менің сабақтан кейінгі алған әсерім, менің сабақтан кейінгі әсерім қандай ой пайда болды, не сезіндім, көмектеспеңіздер. Димаш 7 шықты, Димаш 7 сұрақтың бәріне дұрыс жауап берді. Мынау кім жазды? Әркім өзінің атын жазсын деп ғой балалар. Әмірхан Көке дейді. 7 бал, Әмина 7. Неше оқушы қатыстық? 12-міз. Нұрсая 6. Нұрсаяда бір қате оқты және 7. 7 оқушы ма? Кейбір оқушылар не алмаған ба? Дұрыс. 7-ден 7 балаларындар ма? Өте жақсы. Ал балалар бүгінгі сабақтан алған әсерлерімді менің сабақтан кейінгі әсерім сендерге кері байланыс бердім. Осы кері байланысты толтырамыз. Бүгінгі сабаққа қатысқан оқушылар
оқушыларға өте жақсы деп бағаладым. Балалар бәрі белсенді қатысыңдар. Сөйлемей қалған оқушы болған жоқ сияқты менің ойымша. Өте жақсы. Екі топты да мен үй тапсырмасына да 10 балл қойдым. Одан кейінгі жаңағы бейнені ашудағы кейіпкердің ол жерде де 10 балл қойдым. Жалпы өте жақсы балалар. Сабаққа белсенділіктерің маған ұнады. Керемет. Рахмет сабаққа қатысқандарына. Үй тапсырмасына поэмадан не жаттаймыз? Үзінді жаттап келеміз. Жақсы. Маған кері байланыс қарағым беріп келесі сабақтарымыз барамыз.